имам Матруди ақидасына қарсы азаматтың жұма күнгі намазы қабыл бола ма дейді. Әрине енді бұл имам Матруди дегенді ол бауырымыз бірінші түсініп алу керек. Имам Матруди рахимахумуллах, Алла рахметсін, бұл Ахлу Сунна вал Жамағаның Орта Азиядағы ақидасын қорғап қалған. Сол кездегі ағымдармен күресіп, үлкен мектеп қалыптастырған, үлкен тура жолдағы әулие ғалым. Әрине, сондықтан бұл ақидаға қарсы болып жүрген адам, демек ол бір адасқан ағым. Әрине, енді бұл ағымдағы азаматтың жаңағы құлшылықтарының, келген құлшылықтарының қабыл болмауы ықтимал. Сондықтан ол бір ағым өкілі, оның идеологиясы да, оның сенімі де дұрыс емес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көптеген надан мұсылмандар маған ренжиді, сен неге осы имамдарға тиісе бересің, нең бар оларда деп. Қалай тиіспеймін? Мен оларға тиісейін деп тиіспеймін ғой мен оларға. Олар егер дұрыс Аллахтың шариғатымен жүретін болса, егер Аллахтың шариғатын тарататын болса, онда менің нем бар оларда. Қаптаған айтып отырмын ғой, Дүмшен молда. Бір осы мүфтиді, неше мүфти болды, сол мүфтилер бастаған бір білімді имаммен осы уақытқа дейін кездестіре алмай қойдым, 20 жыл ішінде. Бәрі Дүмшен молда қаптаған. Ал енді мына ақымақтың айтып отырғанын қараңыз. Егер Матурidi болмасаң, сен жұма намазыңда, басқа намазыңда қабыл болмай қалады деп шатып отыр. Намазды қабыл ететін Аллах тағала. Аллахқа сен Матуридит болдың ба, Шатуридит болдың ба, Ашарит, Машарит, Хашарит болдың ба, оның керегі жоқ. Намазыңды дұрыстап оқысаң, намазыңды Аллах тағала қабыл етеді. Мұндай Аллах тағала Құранда бір емес бірнеше рет айтады, бөлінбеңдер дейді дінде. Ал енді бұл ақымақтар масқапқа, сектаға бөлініп, бірін-бірі жамандайды осылай. Ана ваххабиттер сияқты. Ваххабиттердің де жетісіп тұрған жоқ, мына Матуридит, Ашариттердің де жетісіп тұрған жоқ. Бәрі сектант шайтанның атына адасып кеткен. Сондықтан да мұндай ақымақтарды тыңдамаңыздар. Мен неше рет айтамын, тыңдауға болмайды деп. Маған адамдар жібереді осындай видеоларды сұрап. Осыған сенуге бола ма, тыңдауға бола ма деп. Жоқ. Мүфти бастаған бір имам, білімді имам жоқ. Байқаңыздар, сақ болыңыздар. Ақымақтардың атынан етіп, ақымақ білімсіз надан болып кетесіздер. Мұндайды айтатын тек мен ғана, сондықтан менің umma.kz сайтыма кіріңіздер. Мейрам деп іздесеңіздер, менің ютубта каналым бар. Сонда неше жүз менің видеом бар, соларды тыңдаңыздар. Егер маған ешкім керегі жоқ, Аллахтың тура жолымен жүремін десеңіздер, онда тек Құранды оқыңыздар. Сосын хадисті оқыңыздар. Болды. Мынандай ақымақ надандардың Матуридит, Шатуридиттердің сіздерге қажеті жоқ. Шайтан иттердің. Байқаңыздар.